Неге барлық проблема ойда деп айтады? Қазір өзіңіз көз жеткізетін боласыз. Терең тыныс алыңыз. Барлық назарыңызды осы жерге, осы сәтке жинақтаңыз. Енді назарыңызды денеңізге аударыңыз. Денеңізде бүкіл процесс болып жатыр. Дәл қазір қаныңыз айналып жатыр, жүрегіңіз соғып жатыр, денеңіз тыныс алып жатыр. Ешқандай процессті сіз басқармайсыз. Олар өздігінен болып жатыр. Жүрегіңізге соқпа десеңіз де соғады. Тыныс алма десеңіз де денеңіз бәрібір тыныс алады. Яғни денеңіздің ішіндегі бүкіл процесс керемет болып жатыр. Енді назарыңызды денеңіздің сыртына аударыңыз. Айналаңызға. Бүкіл процесс өздігінен болып жатыр. Таң атып жатыр, күн батып жатыр. Тыныс тіршілік, қозғалыс, адамдар жүріп жатыр, жан-жануарлар, өсімдіктер. Ешқайсысын сіз басқармайсыз. Таң бәрібір атады, кеш бәрібір батады. Барлығы керемет, идеальны. Егер де денеңіздің ішінде бүкіл процесс керемет болып жатса, денеңіздің сыртында да барлығы идеально болса, сонда сіздің проблемаңыз, қиналысыңыз қайда?